Адам уақыттың ағымына сәйкес жасы да ұлғая түседі. Ағзаларда түрлі өзгерістер болып, тіпті әртүрлі аурулар пайда бола бастайды. Егер қажетті өнімдерді тұтынатын болсаңыз, аурулардың алдын алуға болады. Ол үшін қандай тағамдар жеу қажет екенін білуіңіз қажет. Осы тұрғыда мен шынайы әрі тексерілген ақпараттармен бөлісемін. Сіздің тарапыңыздан алғыс ретінде өз пікіріңізді білдіріп, арнама тіркеліп кетіңіз. Себебі 90% адам тіркелусіз көреді екен. Ал бұл үлкен еңбек. Еңбегімді бағалайсыз деген ойдамын. Жалпы, жасыңыз ұлғайған сайын денсаулығыңызға көп көңіл бөлуіңіз қажет. Әртүрлі пайдалы жаттығулармен қатар, дұрыс тамақтану сізге күнделікті қажет ұстанымдар болуы тиіс. Дұрыс тамақтануды ең алдымен өзіңізден бастаңыз. Сізге қажет болар негізгі өнімдерді айтамын. Бірінші өнім – жұмыртқа. Жұмыртқаның адам ағзасына пайдалы екенін бәріміз білеміз. Бірақ нақты несімен пайдалы екенін көп адам біле бермейді. Жұмыртқаны ең алғаш рет ежелгі үнді халықтары қолдана бастаған. Ер адамдар соғысқа, жорыққа аттанар кезде міндетті түрде ең алдымен жұмыртқамен тамақтанған екен. Себебі күш береді деп санаған. Егерде жарақаттанған болса, жұмыртқаның сарысын жағып емделген екен. Қазіргі кезде де денемізде ауру пайда бола қалса, жұмыртқаны пайдаланамыз. Ал әйел адамдар ажарлана түсу үшін жұмыртқаны көп пайдаланған екен. Бет таза әрі әжім түсуінің алдын алу үшін, сонымен қатар шаштары қатайып, жылтырау үшін де көп қолданған. Жұмыртқада адам ағзасына қажет дәрумендер мен амин қышқылдары бар. Оның сырты қатты болады, қабықтың іші жұқа әрі жұмсақ үлдірі болады. Жұмыртқаның іші ақуыз және сарыуыздан тұрады. Сарыуыз ең құнды әрі пайдалы бөлігі болып саналады. Ол кальцийге, көмірсулар мен дәрумендерге, ақуыз бен майға бай. Сол себепті спортшылардың ас мәзірінде міндетті түрде жұмыртқа болады. Жұмыртқаны таңғы ас кезінде қуырып немесе қайнатып жесеңіз, аш қарынға жақсы әсер етіп, ауырлық туғызбай, керісінше күш беріп, күні бойы өзіңізді жақсы сезінесіз. Күнделікті бір немесе одан да көп данадан жеп отырсаңыз, асқазан ауруларынан толықтай құтыласыз. Себебі жұмыртқаның құрамындағы ақуыз, йод, селен, фосфор, А, Б, Д дәрумендері созылмалы ішек ауруларының алдын алады. Сізге арналған пайдалы кеңес – жұмыртқаны шикіде ішпеңіз. Себебі оның өзіндік зиянды тұстары бар. Сонымен қатар түнде қайнатып қоюға болмайды. Себебі түнде қайнатып қойсаңыз, түні бойы оның құрамындағы дәрумендер суға сіңіп, түрлі бактерияларды жинайды. Сондықтан қайнатып піскен бойда жеуге кеңес беремін. Уақыт өткен сайын адамның жасы да ұлғая береді. Сол себепті бетке де әжім түсу, терілердің қартаюы орын алады. Бұның алдын алу үшін бір дана жұмыртқаның өзін немесе бір ас қасық бал қосып, жақсылап араластырып, бетіңізге 15 минут жағып қоясыз. Содан соң міндетті түрде жылы сумен жуыңыз. Бетіңіз тазарып, ағарып, жасара түседі. Жұмыртқаның айтыла бермейтін тағы бір пайдасы есте сақтау қабілетін жақсартады. Ол үшін ересек адамға күніне 2 дана жұмыртқаны қайнатып жеу қажет. Сонда миыңыз тынығып, есте сақтау қабілетіңіз жақсарады. Сонымен қатар көзге де пайдасы орасан зор. Жұмыртқаны уақытылы тұтынып, көз ауруларынан жазылған адамдар саны қаншама. Ғалымдардың айтуынша, жұмыртқаны үзбей тұтынсаңыз, қартаю үдерісі баяулайды. Себебі оның құрамындағы қажетті дәрумендер
ағзаңызға жақсы әсер етіп, жас қалпыңызды сақтай түсесіз. Егер ағзаңыз жақсы жұмыс жасап, жас қалпыңызды сақтағыңыз келсе, жұмыртқаны көбірек тұтыныңыз. Келесі тағам түрі ол әрине сүт өнімдері. Яғни сиырдың сүті, айран, жент, ірімшік, қаймақ, қымыз, шұбат сынды тағамдар. Сүттің негізгі пайдасының бірі жүрекке байланысты туындайтын аурулардың алдын алады. Себебі сүттің құрамы А, Б, С дәрумендеріне, ақуыз, фосфор, кальцийге бай. Сонымен қатар, тісіңіз сау, сүйегіңіз қатты болсын десеңіз, сүт өнімдерін көбірек пайдаланыңыз. Мидың дұрыс әрі тез жұмыс жасауы үшін де сүт тағы да көмекке келеді. Ағзаның бір қалыпты дұрыс жұмыс жасауына сүт үлкен күш береді. Бұлшық еттер мен ас қорыту жүйелерінің де қызметін жақсартады. Бірақ сүтті де дұрыс таңдау керек. Себебі дүкен сөрелерінде тұратын сүт өнімдері көбінесе қоспалардан жасалады. Сондықтан да жарамдылық мерзімі ұзақ. Ал негізгі таза сүтті кем дегенде 2 күнде тұтынып үлгеру керек. Сол үшін үйдің таза өнімдерін сатып алуға кеңес беремін. Сүт өнімдерінің ішіндегі ең пайдалысы сүзбе болып есептеледі. Сүзбе ең алдымен балалар мен жүкті әйелдерге пайдалы. Оның құрамындағы дәрумендер ағзаға керекті заттарды толықтырады. Темір, калий, магний сынды дәрумендер қан аздықтың алдын алады. Сонымен қатар бауыр, бүйрек, асқазан, ішек аурулары мазаласа, күнделікті 300 граммнан 3 мезгіл қолдану керек. Одан артық не болмаса кем пайдалансаңыз, әсерін бермеуі мүмкін. Жеу қажет келесі тағам түрі әлем бойынша ең пайдалы таңғы ас деп саналатын сұлы ботқасы. Оның құрамында көмірсулар, мырыш, магний, дәрумендер бар. Сұлы ботқасының негізгі пайдасы жүрек пен қан тамырлардың жұмысын жақсартады. Егерде таңғы асқа, яғни аш қарынға сұлы ботқасын жесеңіз, асқазан жеңіл қорытып, күні бойы тоқ жүресіз. Егер артық салмақтан арыла алмай жүрсеңіз, ас мәзіріңізге сұлы ботқасын қосыңыз. Күнделікті таңғы асқа сүт қосылған ботқаны жеп, пайдалы өнімдерді тұтынатын болсаңыз, артық салмақ өзі-ақ кетіп қалады. Міне, өміріңізге қажет қаншама пайдалы ақпарат алдыңыз. Тек тыңдап қана қоймай, күнделікті тұтынуға тырысыңыз. Себебі денсаулық ең алдымен өзіңізге қажет баға жетпес байлығыңыз. Барлық нәрсені жасау, оны іске асыру әр адамның өзінің қолында. Менің каналым сіздер үшін пайдалы болады деген ойдамын. Жаңадан ашылған каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мен сіздер үшін барынша пайдалы болуға тырысамын. Күндеріңізге сәттілік. Келесі жаңа видеода кездескенше.